IP мекен-жай. Жалпы IP мекен-жай дегеніміз, IP адрес ол бір түйіннен екінші түйінге ақпарат жіберу, алу, табу үшін қажетті бірегей мекен-жай. Жалпы түйін дегеніміз желіге қосыла алатын әрбір құрылғы бізде түйін болып саналады. IP мекен-жайларды провайдерлер тағайындайды. Ол бізде провайдер дегеніміз ұйым мен жеке тұлғаларға интернет қызметтерін ұсынатын компания. Мысалы Қазақтелеком, Алтел, Актив, Кселл, Билайн, Теле2 деген сияқты барлығы бізде провайдер. IP мекен-жай екіге бөлінеді. Ол бізде ішкі және сыртқы. Ішкі мекен-жайларды негізінде сұр деп айтады, сұр желі деп айтады. Жалпы сұр желі бола алады. Ол бізде дербес, жергілікті және ішкі біздегі IP мекен-жай сұр бола алады. Бұл сыртқы мекен-жайлар интернет желісінде қолданылады деген. Так. Орындары ауысып кеткен екен ғой. Так, ішкі IP мекен-жайлар тек жергілікті желіде қолданылады. Ал сыртқы біздегі ақ желі деп аталады. Ол көпшілік ауқымда, яғни орынмен ауысқан екен. Ал сыртқы мекен-жайлар интернет желісіне қосылғанда қолданылады. Ішкі IP бұл тек жергілікті желіде қолданылады. Сыртқы IP мекен-жайлар екіге бөлінеді. Біріншісі статикалық, екіншісі динамикалық. Статикалық бізде ол адрестер бұл өзгермейтін тұрақты адрес болып табылады. Олар құрылғы компьютер желісіне қосылғанда автоматты түрде тағайындалады, немесе оны қолмен жазып тағайындауға болады. Динамикалық ол бізде бұл IP адрестер құрылғыға уақытша беріледі. Олар желіге қосылу кезінде автоматты түрде тағайындалады. Олардың қолданылу мерзімі шектеулі. Яғни бұл шектеулі мерзімге арналған адрес ол бізде динамикалық адрес. Протокол. Жалпы IP адрестер бір-бірімен жұмыс жасау үшін, компьютерлер бір-бірімен жұмыс жасау үшін бізде міндетті түрде ереже болмаса технология керек. Сол технология бізде протокол. Бұл компьютерлік желіде ақпаратты ұсыну, түрлендіру, жіберу стандарты, соның ережелері деп айтуға болады. Жалпы негізгі тіл, жалпы желілік тіл болып TCP/IP болып саналады. TCP/IP өз негізінде екі протоколдан тұрады. Біріншісі TCP, ол бізде Transmission Control Protocol, бізде тасу немесе тасымалдау протокол деп аталады. Екіншісі интернет протокол, бізде IP, бұл маршруттау протоколы немесе желіні адрестеу протокол деп аталады. Бұдан бөлек негізгі қолданбалы жалпы бізде протоколдар бар. Солардың бірі бізде HTTP. Бұл Hypertext Transfer Protocol, гипермәтінді тасымалдау протоколы. Одан кейінгісі Simple Mail Transfer Protocol, SMTP, бұл электронды поштаны жіберу. Transfer Protocol деген ТП деген көрсеңіз, значит бұл тасымалдаватыр деген сөз, яғни бұл сіздерге кішігірім лайфхак. Соңғы барлығы TP мен аяқталса, значит бұл тасымалдап жатыр деген сөз. FTP бұл файлды тасымалдау протоколы, File Transfer Protocol. Жалпы тағы да бір түрлері бар. Бізде POP3, бұл Post Office Protocol version 3 дейді. Бұл электронды хатты алу. Тағы да бір түрі бар. Ол IMAP, бұл Internet Mass Access Protocol. Жалпы бұл электронды поштаны алу. Яғни бізде электронды хатты алу деген, яғни егер де бір хат келетін болса, біз оны көретін болсақ, одан кейінгі мысалы басқа құрылғылармен сіз оны көре алмайсыз. Мысалы компьютермен көргіңіз келсе, қайтадан ол хатты оны көре алмайсыз, ол бірден жойылып кетеді, как одноразовый сообщение сияқты. Бір рет көрдіңіз, ол жоқ болып кетті. IMAP ол бізде электронды поштаны алу. Бұл яғни IMAP-та қазіргі электронды пошталар осы арқылы жұмыс жасайды. Себебі біз ұялы телефонмен көрсек те, мысалы басқа компьютермен көрсек, может басқа ноутбукпен жұмыстан көрсек те, үйден көрсек те, біздегі сообщенияларымыз, яғни входящий, исходящийдің барлығы сақталады. Одан кейінгі хаттаманың түрі DNS, бұл Domain Name System, интернет желісінің анықтамалы, яғни справочник дейді. Бұл TCP/IP стандарттық қызметі болып табылады.